Түрік актрисалары бүкіл әлем экрандарын баурап алуда және нақты жұлдызға айналып келеді. Олардың таланты, сұлулығы мен еңбекқорлығы миллиондаған жанкүйердің сүйіспеншілігін тудырады. Әдетте мансаптағы жетістік жеке өмірде де бақыт әкелуі керек сияқты көрінеді. Алайда бұл жұлдыздардың көпшілігінің экран сыртындағы өмірі онша жайнап тұрған жоқ. Бүгін сіздер даңқ пен мойындауға ие болса да махаббатта жолы болмаған ең табысты түрік актрисалары туралы білетін боласыздар. Олардың тағдырлары тіпті жұлдыздардың өзі қарым-қатынас пен жеке бақыт мәселесінде қиындықтарға тап болатынын дәлелдейді. Алғашқы актриса Джансу Дере. Эзель сериалындағы рөлі арқылы Джансу әлемдік танымалдылыққа қол жеткізіп, Түркиядағы жетекші актрисалардың бірі мәртебесін нығайтты. Ол жеке өмірін мұқият құпия ұстап, көрерменде жұлдыздың өмірбаянындағы барлық жайттарды білуге міндетті емес деп санайды. Дегенмен журналистер Жансудың әріптесі Джем Йылмазбен 6 жыл бойы қарым-қатынаста болғанын анықтаған. Олардың қызу романы Sıla сериалының түсіріліміне кедергі келтіріп, басты рөлдердің бірін сомдаған Мехмет Алакурттың наразылығын тудырды. Ол желөкпе сұлумен енді бірге жұмыс істегісі келмейтінін ашық мәлімдеген. Жансу Джеммен некеге тұтуды армандаған, алайда ажырасудың бастамшысы дәл Джемнің өзі болды. Бұл жағдай актриса үшін әсіресе ауыр тиді, себебі кейінірек Йылмаз оның жақын құрбысымен үйленеді. Актрисаның жанкүйерлері арасында Джем Айдын да болған. Оған Жансудың керемет ғасыр сериалындағы рөлді алуына көмектесті деген әңгімелер айтылды. Алайда Айдын басқа елге үйленіп, Жансу кино жолын жалғастырды. Керемет ғасыр сериалынан кейін Жансу мен оның экрандағы серіктесі Халид Эргенч арасында роман бар деген қауесет тарады. Бірақ актриса бұл сөздерді бірден жоққа шығарды. Халидтің жұбайы да бұл қауесеттерді теріске шығарып, ешқандай махаббат байланысы болмағанын айтты. Тұлға сериалдың түсірілімі кезінде бұқаралық ақпарат құралдары Жансуды тағы да әріптесі Метин Ақтүлгермен байланыстырды. Жазуларға қарағанда олар ажырамас жұп болып, ортақ болашақ жоспарлаған. Алайда 2021 жылы Метиннің басқа сүйіктісі бар екені белгілі болды. Осы оқиғалардың бәріне қарамастан Жансу әрдайым мансабын бірінші орынға қояды. Оның балалары жоқ және әзірге өмірлік басымдықтарын өзгертуді жоспарламай, өзін толықтай жұмыс пен кәсіби дамуға арнауда. Екінші актриса Айча Айшин Туран. Айча 2013 жылы махаббат пен сатқындық туралы баяндайтын Қарагүл драмасы арқылы танымал болды. 2021 жылы түрік бұқаралық ақпарат құралдары оны елдегі ең сұлу актриса деп танып, тіпті Ханде Эрчилді де артқа қалдырды. Алайда сыртқы сұлулығы мен кәсіби жетістіктеріне қарамастан, Айчаның жеке өмірінде жолы болмады. Оның романдары жарқын болғанымен көбіне көңіл қалу мен жан жарасына толы еді. Алғашқы үлкен сезімі актер әрі әнші Озжан Денизге деген махаббаты болды. Ол Айчадан 29 жас үлкен еді. Көпшілік бұл қарым-қатынасты бақытқа бастайтын жол деп санады. Себебі Дениз оған аса кең пейілмен, үлкен ықылас пен құштарлықпен қамқорлық танытқан. Алайда 2017 жылы бұл жұп ажырасып, артында ащы із қалдырды. Одан кейін Айча өзінен небәрі 2 жас үлкен актер Алип Наврузбен танысты. Ол бойдақ өмірді ұстанған, мачо ретінде танылған адам еді. Олардың романы Аралдағы ертегі сериалындағы ортақ жұмыстан кейін басталып, бірақ көп ұзамай нағыз драмаға айналды. Алиптің опасыздығы туралы әңгімелер тарады. Ол Айчаға опасыздық жасап қана қоймай, бір мезгілде фитнес залынан бір әйелмен де кездескені белгілі болды. Актер бұл қауесеттерді жоққа шығаруға тырысқанымен жанжал көпшілікке жария болды. Айча сатқындықты кешіре алмай, онымен қарым-қатынасын үзді. Кейін ол кәсіпкер Мехмет Асланмен байланыс орнатты. Алайда бұл қарым-қатынас та ұзаққа созылмай бақыт әкелмеді. Мерием Узерли. Мериемнің мансабы сәтті болды. Ол әлемдік даңққа керемет ғасыр сериалындағы Хюррем Сұлтан рөлі арқылы қол жеткізді. Алайда жеке өмірінде жолы бола бермеді. Көптеген ер адамдар оның жүрегін жараласа да, Мерием махаббатқа деген сенімін ешқашан жоғалтқан емес, әрдайым сезімге шынайы берілді. Оның ең ауыр көңіл күйін қалдырған қарым-қатынасы Джан Атеш есімді ер адаммен байланысты болды. Тыныш қана ажырасқаннан кейін бұрынғы сүйіктісінің оның жеке фотоларын сары басылымдарға сатып жібергені белгілі болды.
түрік кәсіпкерімен болған қатынасы нағыз телехикая сюжетіне ұқсайтын. Үйленетіндерін жариялағаннан кейін олар үлкен жанжалмен ажырасты. Көп ұзамай Мериемнің одан жүкті екені анықталды. Актриса қызын еркін, бойдақ әйел ретінде дүниеге әкелді. Кейін ол «Керемет ғасыр» сериалындағы әріптесі Озан Гувеннің құшағынан жұбаныш тапты. Бірақ бұл қарым-қатынас та ұзаққа бармады. Қысқа романдар бірінен соң бірі жалғаса берді. Ақырында Мерием америкалық кәсіпкермен танысып, одан тағы бір қызды дүниеге әкелді. Алайда онымен де берік отбасы құру мүмкін болмады. Нұр Фетахоғлу Түркияның ең жарқын әрі дарынды актрисаларының бірі. Ол «Керемет ғасыр», «Тыйым салынған махаббат» және «Вавилон» сериалдарындағы рөлдері арқылы миллиондаған көрерменнің жүрегін жаулады. Бірақ тағдыр оған жеке өмірінде тыныш бақыт сыйлауға асықпады. Нұр 3 рет тұрмысқа шыққан. Бір қызығы, сол некелердің екеуі бір ғана адаммен, кәсіпкер Левент Везироғлумен болған. Сенімді қайта орнатуға, қарым-қатынасы сақтауға тырысқанымен, тіпті қызды дүниеге әкелсе де олардың махаббаты сынақтар мен келіспеушіліктерге төтеп бере алмады. 2021 жылы көптеген өрлеу мен құлдыраудан кейін жұп ресми түрде ажырасқанын жариялады. Бұл актриса үшін өмірінің жаңа кезеңінің басталуы болды. Онда ол ішкі тыныштық пен күш табуы тиіс еді. Бұл оқиға ең табысты, мықты жандардың өзі нағыз бақытқа жету жолында ұзақ әрі ауыр сынақтардан өтетінін дәлелдейді. Мерве Булуғур Мервеге атақ «Кішкентай құпиялар» сериалы арқылы келді. Ол бұл жобаға Бурак Өзчевитпен бірге түсті. Дәл сол кезден бастап Мерве туралы жарқын әрі дарынды актриса ретінде кеңінен айтыла бастады. «Керемет ғасыр» сериалындағы Нұрбану рөлі Мервені нақты жұлдызға айналдырды. Осы рөлден кейін оның мансабы қарқынды дамып, әлемнің түкпір-түкпірінде жанкүйерлер саны күрт артты. 2017 жылы Мерве «Ішімдегі дауыл» драмасында бой көрсетті. Алайда көп ұзамай үлкен экрандардан көрінбей кетті. Бұған көбіне оның жеке өміріндегі күрделі өзгерістер себеп болды. Актрисаның жеке өмірі өрлеулер мен құлдырауларға толы еді. Оған Бурак Өзчевит, Хакан Сабаншы және Бурак Дайы есімді танымал тұлғалармен қарым-қатынас жасаған деген қауесеттер тарады. 2015 жылы Мерве алғаш рет әнші Мурат Далкылычыққа тұрмысқа шықты. Алайда 2 жылдан кейін олар ажырасатынын жариялады. Бұл айырылысу актриса үшін ауыр соққы болып, оның шығармашылық үзіліс алуына әсер етті. Сол кезеңде Мерве күйзеліске түсіп, өміріне қайта үңіліп, өз жолын қайта қарастырғаны белгілі. 2022 жылдың жаз айының соңында Мерве жаңа сүйіктісі Мерт Айдынмен отбасын құру ниетін мәлімдеді. Олар үйленуді жоспарлап некеге тұрды, бірақ бұл неке 1 жылға да жетпей аяқталды. Осылайша актрисаның жеке өмірінде әлі де тұрақсыздық пен көңіл қалу басым екені тағы да айқындалды. Демет Өздемир Актрисаға үлкен табыс әкелген жоба «Құлпынайдың иісі» «Запах клубники» сериалы. Бұл сериал оның мансабындағы маңызды белес қана емес, жеке өміріне де айтарлықтай әсер етті. Түсірілім барысында Демет актер Юсуф Чиммен танысып, араларында қызу махаббат оты тұтанды. Бұл қарым-қатынасты жанкүйерлер мен бұқаралық ақпарат құралдары қызығушылықпен бақылап отырды. Олардың махаббаты нағыз сериалдағыдай драмаға толы болды. Қатты ұрыстардан кейін олар ажырасып, кейін қайта табысып жүрді. Алайда бұл сезім бір ғана маусымға созылып, 2016 жылы жұп бір жола айырылысты. 2018 жылдың жазында ерте шыққан «Қос» сериалының түсірілімі кезінде Деметке Жан Яман мен роман бар деген әңгімелер айтылды. Бірақ бұл қауесеттерді олардың ешқайсысы растаған жоқ. Сол жылы актриса, актер әрі тележүргізуші Сечкин Өздемирмен кездесіп жүрді, алайда бұл сезім де бірнеше айдың ішінде сөніп қалды. 2020 жылы Демет әнші Оғызхан Көчпен қарым-қатынас бастады. Алғашында бұл байланыс та тұрақсыз болып бірнеше рет үзіліп кеткен. Дегенмен ғашықтар күні ерекше татуласу орын алды. Оғызхан Деметке үйлену туралы ұсыныс жасады. 2022 жылдың тамызында олар үйленді, бірақ бар жоғы 8 ай бірге өмір сүріп, неке жылдығына жетпей ажырасуға шешім қабылдады. Бурджу Өзберг
Бурджу көрермендердің үлкен ықыласына көрсетілімдегі махаббат, Юнештің қыздары және махаббат, ақыл кек сияқты жобалардағы жарқын рөлдер арқылы ие болды. Оның актерлік мансабы сәтті дамып келе жатса да, жеке өмірінде тұрақтылық орната алған жоқ. Қоғам назарында жүрген жылдары Бурджудың бірнеше романы болды. Соның ішінде актер Альперен Дуймазбен болған қарым-қатынастан кейін ол бір сұхбатында ашық түрде махаббат ақымақтық деп мәлімдеді. Актриса өз ой толғамдарында тығыз жұмыс кестесі мен бос уақыттың жоқтығы себепті ер адамдарға шынайы мүмкіндік беруге шамасы жетпейтінін бірнеше рет атап өткен. Жанкүйерлердің үздіксіз назары мен жаңа романдар туралы көптеген қауесеттерге қарамастан, олардың ешқайсысы Бурджуды үйленуге немесе ұзақ мерзімді қарым-қатынасқа алып келмеді. Бұл оның мансабындағы қарқынды табысымен салыстырғанда мүлде кереғар жағдай. Актрисаның жеке өмірі әлі де күрделі күйінде қалып отыр. Тағдыр оны сынап тұрғандай, шынайы махаббат пен ішкі үйлесімді табуына мүмкіндік бермей келеді. Осы видеоны актриса Джемре Байселдің оқиғасымен аяқтаймыз. Джемре Лейла, Мені жасыр және Тағдыр ойыны сериалдарындағы рөлдері арқылы танымал. Ол әдетте жеке өмірін көпшілік назарынан тыс ұстауды жөн көреді. Алайда Айтач Шашмазбен болған қарым-қатынасы бұл қағиданы бұзған ерекше жағдайға айналды. Олардың махаббаты Тағдыр ойыны романтикалық комедиясының түсірілім алаңында басталып, көп ұзамай бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аударды. 2022 жылдың қысында жұптың ажырасқаны туралы қауесеттер тарағанымен, көп өтпей олар қайта қосылып, қарым-қатынасқа екінші мүмкіндік берді. Тіпті әлеуметтік желілерде ғашықтардың бірге үй сатып алып, үйленуді жоспарлап жүргені жайлы әңгімелер де болды. Өкінішке қарай, бұл әдемі махаббат хикаясы ұзаққа созылмады. 2025 жылдың маусым айының басында олардың қайтадан айырылысқаны туралы хабарлар шыға бастады. Ал 2025 жылдың шілде айында жұптың түпкілікті ажырасқаны белгілі болды. Сыбыстарға сенсек, бұған Айтачтың күрделі мінезі мен Джемренің қарқынды дамып келе жатқан мансабына деген қызғанышы себеп болған. Джемренің жетістігі оның өз мансабынан асып түсе бастаған. Осылайша табыс пен махаббатқа қарамастан, Джемре Байселдің жеке өмірі тағы да сынақтар мен көңіл қалуларға тап болды. Табыс пен мойындалу өмірдің бір ғана қыры. Ал шынайы сынақтар көбіне сахна сыртында өтеді. Бұл түрік актрисаларының тағдырлары тіпті көз қарықтырар. Даңқтың өзі жеке өмірде үйлесімге кепіл бола алмайтынын көрсетеді. Алайда махаббаттағы сәтсіздіктерге қарамастан, олар алға жылжуын тоқтатпай, мансап пен өзін-өзі дамытуға басымдық беріп келеді. Түрік актерлерінің өмірі туралы көбірек білгіңіз келсе, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда қайта кездескенше.